Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? 2023 жылғы 3 сәуірден бастап педагогтардың білімін бағалау тестінде, яғни педагогика оқыту әдістемесі бойынша жаңа сұрақтар, тестте кездесіп жатқан жаңа сұрақтарды барлығы 8 нұсқаға бөліп шығарған. Соның бірінші нұсқасын сіздерге ұсынбақшымын. Байқағаным бойынша біз алдыңғы видео сабақтарда маңызды сұрақтарды талқылаған болатынбыз. Тура солай осы кездесіп жатқан нұсқаларда сол сұрақтар қайталанған, бірақтан сөйлемдердің мәні кішкене ауысып келген, бірақ жауаптары дәл солай. Бірінші сұрақ: толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін және тапсырманы орындау барысында бағдар беретін сұрақ. Дұрыс жауабы сынақтан өткізу. Екінші: оқу үдерісінің тиімділігін анықтайтын фактор. Балалардың қалай оқитынын мұғалімнің түсінуі. Үшінші сұрақ: баланың білім дағды, білік және өз бетінше әрекет ету мүмкіндіктерін дамуына қарай орнатылатын, нығайтылатын, бөлшектенетін уақытша құрал. Дұрыс жауабы көпіршелер. Төртінші сұрақ: оқушылардың анағұрлым толық жауап беруіне, өз идеяларын дамуына көмектесетін сұрақ тәсілі. Дұрыс жауабы сынақтан өткізу сұрағы. Бесінші сұрақ: оқушылардың анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, идеяларын дамытуға көмектесетін, тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп отыратын сұрақ қою тәсілі. Дұрыс жауабы сынақтан өткізу. Алтыншы: оқушылардың білім алуын қолдау үшін пайдаланылатын сынақтан өткізу сұрақ қою мысалы. Дұрыс жауабы: осы ойыңызды дәлелдейтін мысал бар ма? Жетінші сұрақ: оқушылардың анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, идеяларын дамытуға көмектесетін сұрақ қою тәсілі. Дұрыс жауабы сынақтан өткізу. Сегізінші: оқушы жауап берген соң кідіріс жасау қажеттігі. Дұрыс жауабы: оқушы өз жауабын түзетуге, нақтылауға мүмкіндік алады. Тоғызыншы сұрақ: оқушыға өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін және тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беретін сұрақ. Дұрыс жауабы сынақтан өткізу. Оныншы сұрақ: сұрақ қойылғаннан кейін кідіріспен қатар оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау қажеттігі. Дұрыс жауабы: оқушы өз жауабын түзетуге, нақтылауға мүмкіндік алады. 11-ші сұрақ: белгілі бір қасиеттерді қалыптастыру мақсатымен тәрбиеленушінің сезіміне, мінез-құлқына ықпал ету амалдары. Дұрыс жауабы: тәрбие әдісі. 12-ші сұрақ: оқытудың түсініктілік принципі. Дұрыс жауабы: өтілетін материалдың мазмұны оқушылардың мүмкіндігіне сәйкес келуін талап етеді. 13-ші сұрақ: тәрбиеленушінің қоғамдық мораль талаптарына сай санасына, сезіміне, әдет-қылығына, мақсат бағытына жүйелі түрде ықпал етуі. Дұрыс жауабы: адамгершілік тәрбиесі. 14-ші: педагогиканы оқыту әдістемесінің зерттеу нысаны. Дұрыс жауабы: педагогиканың үдерісі. 15-ші сұрақ: сұрақ қою. Яғни сұрақ қою дегеніміз жауабы: сапаны арттыру. 16-шы: оқушының оқудағы шынайы жетістігінің көрсеткіші. Дұрыс жауабы: білім, біліктілік, оқу-танымдық іскерлікті меңгеруі. 17-ші: тәрбие жұмысының заңдылықтары. Дұрыс жауабы: тәрбие мен дамудың бірлігі және өзара байланыстылығы. 18-ші сұрақ: ұжым тәрбие субъектісі ретінде. Дұрыс жауабы: тұлғаның дамуына бағытталады. 19. Жаңа материалды өткен материалмен байланыстыруды талап ететін дидактикалық принцип. Дұрыс жауабы: бірізділік. 20. Оқушының оқудағы шынайы жетістігінің көрсеткіші. Дұрыс жауабы: оқу-танымдық іс-әрекетті меңгеруі. Құрметті ұстаздар, осымен тестте кездесіп жатқан сұрақтардың бірінші нұсқасы аяқталды. Көрсетілген сұрақтарды толығымен есте сақтап, жаттап алуға кеңес беремін. Тестте барлықтарыңызға тек қана сәттілік тілеймін. Видео сабақ пайдалы болса арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.